мына ссылканы білеміз бәріміз, сохранить етіп алдық қой өзімізге. Иә. Браузерден кіреміз. Мен егер сайтты ашып қараған болсаңыздар, мен өзгерттім. Там. Наверное, надеюсь, хоть бір студент ашып қарады сайтты. Ешкім үндемейді, кажется, ешкім қарамады, Міне, силабусты жүктеп қойдым. Қарасақ болады. Потом балдық есеп. Лабораторка 2 балдан 15 лапка болады бізде. 30 бал. Контест практикадан 12 контест болады, 1 балдан 12 бал. Лекциядан 1 балдан 2 рет алуға болады. Midterm, endterm кезінде теориялық білім үшін. Сөзден бізде 3 балдан 2 сөз бар, 6 бал. Бірінші және екінші бақылау, яғни аралық бақылау және қорытынды бақылау 5 балдан 2 рет 10 бал. В итоге мынау бізде 60 бал. Және емтихан 40 бал, суммасы 100 бал. Бұл балдық есеп. Енді практикадан контест қалай есептелінеді? То есть қай жерден контест шығарамыз? Міне, ссылка қалдырып қойдым Codeforce-қа. Мынаны ашатын болсақ, бізде мынандай сайт ашылады. Мен қазір Еркіннің атына кіріп тұрмын. То есть басында былай ашылады. Міне, сайттың ссылкасы apbcas24 contest.codeforce.com. Осыған кіреміз. Бізде user 646. Мысалы, Еркіндікі user 646. Оны қайдан алдық? Міне, логин пароль дегенді ашып қараймыз. Осы жерде әркім өзін тауып алады. Әркімнің өзінің логины 200-ден басталады, тағы там по очереди кете береді. Ал пароль әркімнің өзінің иінің соңғы 4 цифры. Мысалы, сандуғаш user 201 логины және парольға иінің соңғы 4 цифрын саламыз. Егер қате болса, маған Teams'ын жазамыз. Мысалы, мен Еркіннің атынан кіремін. Запомнить на месяц, войти. И міне бізде қазір осыны және осыны аптаның соңына дейін шығарымыз қажет. 23:09-да басталды. Воскресенье күні сағат 23:59-да аяқталады. Войти. И мына есептер бар. Мына жерде негізі орысша контест, но мынаны басатын болсақ, қазақшаға аударылады. 2 санның қосындысы. Басамыз, міне сізге А және Б сандары беріледі. Сізге осы 2 санның қосындысын табу қажет. Мысал ретінде inputқа, яғни синға 2 деп жазатын болсақ, output 4 деп шығу қажет. Потом мына submit кодты енді басамыз. Мына жерде қай есеп екенін таңдаймыз. Мысалы, 2 санның қосындысы, то есть choose problem, контестті табу қажет. То есть қай контестті жібереміз. Давайте орысша түсінікті кішкене. Задачаны таңдаймыз. Сумма двух чисел. Потом біздің мынау разница жоқ. То есть негіз мынау по умолчанию осы тұра берсін. И мына жерге біз кодты жүктейміз. То есть кодты осы жерге жазуымыз қажет. Мысалы, сіздер можете мына жерде отдельно әрбір есепті өздеріңізде там Xcode'да немесе Visual Studio'да жазып и отослать деген жерде просто copy-paste жасаңыздар болады. Бірінші есеп, ең қарапайым есепті осы көрсетіп жіберейін. Так, қазір программа ашылсын. Және де практика кезінде 1 сағат қана уақыт беріледі. Сіздерде практика қазір 11-де біте ма, 11-ге дейін аяқтап тастау қажет. 5 есеп өте қарапайым есептер. Так, вот менің программа и біз программаны жазамыз. А, Б-ның қосындысы. Мысалы, int А және Б бар, 2 айнымалы. Потом cout, біз можем просто А плюс Б деп жазып салуға. То есть бірінші sin керек, а мен Б-ға сан енгізуіміз керек. Sin А, sin Б. Енді программаны тексеріп көреміз осы жерде. Бізде программа оқыды, мысалы 2 деп жазған кезде былайынан бізде 4 деп шығу қажет. Так, 2 Enter, міне 4 деп шықты. Енді осыны былай copy-paste жасаймыз, яғни скопировать и отослать. Мына жерде сумма двух чисел. Қоямыз, мынаны басам. Мысалы Еркіннің атынан. Так, да баса салайыншы, потом удалить салам. Отослать. И міне выполняется тест жүріп жатыр. Обновить етеміз. 3-ші тест жүріп жатыр. Обновить етеміз. Міне полное решение. То есть менің есебім, мына Еркін, мына есепті толық шығарды. Және де положенияда міне Еркін бірінші есеп шыққаны көрініп тұр. Келесі есеп тура осылай. То есть мына жерде міне положение деген жерде барлық студенттердің шығарған есептер көрініп тұрады. Егер 5 есепте де плюс болып тұрса, Еркін уже бірінші контестке балдық есептеу бойынша бірінші контестте 1 балл бар деген сөз ода. Но егер көшірілетін болса, мына жерде Codeforce'та администрацияда, то есть мен көре аламын. Бірдей шығарылған есептерді көруге болады. Ол кезде уже аннулировать етіледі. Түсінікті ма? Сұрақ бар ма? Түсінікті. Басқа студенттер сұрақ бар ма? Тапсырма бойынша. Жоқ.
Мына жерде бүкіл 5 есеп. То есть былай ғой, бізде қарайық. Бізде лекция өтеміз. Міне күнтізбелік жоспарды ашып қарасақ, мен мына жерде бәрін талқылап жазып қойғам. Лекция өттік, потом контест 1. То есть мынаны шығаруымыз керек. Бізде еще мынау, то есть бір апта кешігіп жатыр. Міне мынаған ол бірінші контест біз енді өтіп жатырмыз деген сөз. Мысалы, if else-ні кешегі аптада лабораторияда шығару қажет болатынбыз. И осы апта біз тапсыруымыз қажет. If else-ні тоже, то есть өткен апта if else-ні лабораторияда шығардық. И тоже осы жолы, мына жерде задача басқан кезде мына басында мынаны бассақ, біз бас экранға өтеміз, главный экранға. Именно if else-ні тоже осы апта сағат 23:59-ға дейін аяқтауымыз қажет. Пайтили басамыз. И мына жерде тоже қиын емес есептер. 2 санның ішінде минимум табу қажет, 3 санның ішінде максимумды табу қажет. Високосный год деген 29 ақпаны бар жылды табуымыз қажет. Потом счастливый билет, то есть қандай да бір есеп бар мына жерде. Егер орысша кішкене қиын болып жатса, мынаны басамыз, бағана қайталап өтемін. Бізде қазақша аударылады. И осыны шығаруымыз қажет. Міне мына ссылканы, яғни оны қайдан аламыз? Мына жерден аламыз. Осы ссылканы тоже өздеріңізге байынан закладка етіп сақтап қоюларыңыз қажет. Сұрақ бар ма? Осы апта қай контест шығарамыз? Осы апта 2 контест. Міне мынау. Мына контестті и мына контестті. Мына, по-моему, қасына срок деп жазып қою қажет сияқты, иә. Получается, міне мына бойынша біз лабораториядан контактика бір апта кешігеді. Жалпы солай. Сұрақ бар ма? Жаңағы сайтқа кірерде парольді қаяқтан аламыз дедіңіз. Қайттан қайталап өтемін. Мына жерге кіреміз, мына ссылкаға, мына Google таблицаға. Осы жерде, осы жерден өзіңді табасың. Потом міне user деп тұр. Мысалы, Аланазардың user, оның логины 228. Ал паролі инның соңғы 4 цифры. Барлығында солай. Инның соңғы 4 цифры. Сұрақ? Пятница айдын тапсырамыз ба? Воскресенье 23:59-ға дейін. Тағы қандай сұрақтар бар? Бұл ағай неде болады, иә? Силабустың ішінде тұрады ғой. Ссылкалардың бәрі, иә? Ана сайтта тұрады. Сайт браузерге сақтап қоямыз деп айттым ғой, группа жігіттер, қыздар. Міне браузерге сақтап қоямыз. Төмен түскен кезде лаборатория 1, практика 1, то есть лекция 1, практика 1, лаборатория 1. Лекция 2, практика 2, міне контест, міне ссылканы қалдырып қойдым. И лабораториялық жұмыс 2. Лекция 3, практикалық жұмыс 3, контест 3, лабораториялық жұмыс 3. Және мына жерде сөз бар. Мына сөзді мен түсіндірмеймін. Мына тақырыпты әр студент өздеріңіз, то есть сөз деген студенттің өздік жұмысы, иә? Мынаны өздеріңіз түсінесіздер. Өздеріңіз ашып, интернеттен қарап, оқып. Ал кейін осы тақырып бойынша бақылау кезінде есеп болады. Немесе теориялық сұрақ. Префикс пен постфикстің айырмашылығы не? Деген сияқты. Лекция 4, мысалы мен лекцияда түсіндіруім қажет бүгін. Практика 4, лаборатория 4. Практика 4-ке мен салам. Келесі апта уже мынаған контесттің ссылкасын мына жерге қойып қоям. Және лабораториялық жұмысты қойып қоям. Сосын шартты тернарлы оператормен танысу. Тоже мына тақырып сөз. Осыны өздеріңіз іздеп, өздеріңіз оқып түсіндіруіңіз қажет. Кейін емтиханда немесе аралық бақылау кезінде осы тақырып бойынша немесе теориялық, немесе есеп болуы мүмкін. Жалпы сол. Тағы қандай сұрақ? Осы аптада белгілі болады дедіңіз ғой, офлайн сабақ. Офлайн сабақ, офлайн. Оны айта алмаймын, шынымды айтсам. Лабораториядан басқа мұғалім болса, ол өзі баға қоя ма, өз заданияларына? Иә. Лабораториядан әр оқытушы өздері бағалайды. Оны лабораториялық жұмыс кезінде сұрайсыздар. То есть мен осы тапсырмаларды, міне мына сайттағы лабораториялық жұмыстарды лабораториядан беретін оқытушы. Осы сайт қаяқтан алады? Так, жігіттер, что-то мен түсінбедім. Мен мына сайтты көрсетіп жатқаныма уже неше апта болды? 3 апта болды, иә? Teamsқа кірген кезде материалы деген тұр мына жерде канал. Және міне ссылка. Тағы да сұрақ бар ма сайт бойынша? Жоқ. И осы жерде барлығы тұр мына жерде. Барлық ақпарат сабақ бойынша силабустан бастап, логин, пароль, ссылка, мына жерде күнтізбелік жоспар, қай аптада не өтуіміз қажет, материалдар, лаборатория, бәрі. Лабораториялық жұмысты мынаны оқытушыларға, лабкадан өтетін оқытушылардың бәріне таратып жатырмын. Но қалай бағалайды, то есть бағалау 2 балл қояды әрбір лабкаға, но қалай жұмысты тексереді, қалай жұмысты қабылдайды, оның барлығы оқытушының на усмотрение преподавателя, то есть оқытушы өзі оны қарастырады, қалай қабылдау қажеттігін. Тағы қандай сұрақ?
ағай сол Шаханов деген мұғалім, ол лабораториядан басқа задание береді, сіздікідей сияқты емес. Қиын ба или қалай? Оңай ма? ағай сіздікінде есептер, бірақ басқаша да. А. Ну, жалпы ол жерде разница жоқ, просто әр оқытушының методы әртүрлі ғой. Но в целом есептің логикасы, есептің қалай айтсам болады, философиясы деп айтайын ба, оның барлығы бәрінде бірдей. Барлық тапсырмада. Сендер можете өздерің самостоятельно любой есепті ашып қарауларыңа. Мен сендерге задачник бере алам. Потом тоже мына сайтқа астына қойып қояйын тапсырмалар. Менде мынандай кітаптар бар, қазір көрсете салайын. Задачники, Абрамов деген бар, потом Абрамян деген екі кісінің есептері бар. Енді орысша бұл жерде шыны керек, қазақша мынаның бәрін аударған, білмеймін бар ма жоқ па. Данные катеты прямоугольника, прямоугольного треугольника, найти его гипотенузу и площадь дейді. Түсіндіріміз, иә? Тік бұрышты, үш бұрыштың, солай ғой. Катеті берілген, оның гипотенузасы мен площадьін табу қажет. Ну, қалай сапалады? Геометрия кәдімгі. 7-ші классың ба или 8-ші классың геометриясы? Мынау физика, мынау геометрия, физика, осылай есептің барлығы кете береді. Қарапайым негізі математикада немесе геометрия, алгебрада шығарған есептер. Просто сендер осы проблеманы, то есть как программист сияқты шешулерін қажет, как компьютер шешу қажет. Өткен апта if-else шығардық. Міне if-else бойынша есеп разветвления. Оң сан берілген действительно числа x, y. Екеуінің арасында максимум табуымыз қажет, минимумда табуымыз қажет, және екеуін бірге максимумда да и минимумда да табуымыз қажет. Үш сан берілген, үш санның ішіне максимум, минимум табуымыз қажет. Потом мынандай берілген, біз мынаны табуымыз қажет деген сияқты кете береді. Дальше уже төмен қарай, то есть басында оңай, төмен қарай уже қиындап кете береді. Мынау қиын, ну уровеньге байланысты, то есть осылайша. Абрамянның есебі тоже самое. Мына жерде тақырып бойынша, то есть міне begin, басында просто ввод и вывод данных, тоже міне квадраттың жақтары берілген сторона, оның периметрін табу қажет, оның ауданын табу қажет деген сияқты кете береді, осылай қиындап кете береді есептер. Мына екі документті жіберемін мен. Сендер, чтобы тақырыпты меңгеру үшін және есепті успешно шығара алу үшін минимум 20-30 есеп құйын орындауларын қажет. Ол это минимум. И есепті сендер өздерің қолмен жазуларын қажет. А не так, чтобы копи-паст емес, біреуден көшіп емес. Так, чатта сұрақ кім қойды? Онда ол есептерді еш жаққа жүктемейміз ғой, я дейді. Есепті сен ешқайда жүктемейсің, тек қана осы CodeForce'ның ішіне жібересің. И потом сенде CodeForce'та шығып тұру қажет, что Хафиз есепті шығарды деп. Жаңа плюсик тұру қажет. Бағана көрсеткен. Экранға қарап жіберейікші. Маған мысалы еркінің есебі бағана мен жазған көрініп тұр. И мен оны сравнивать ете аламын. То есть басқа студенттермен ұқсастығы бар ма жоқ па көрінеді маған. И игнорировать ете аламын, немесе отклонить ете аламын. То есть көшірілген жұмыстарды автоматически игнорировать етіледі. Вот соған мән береміз. И вот шығарылған есептер қазір көрініп тұр. Бейбарыс, Ұлдана, Ахметали, Тарақтыбай Қозы.